Мир көшесіндегі тас жолға жол белгілері жаңа әдіспен төселіп жатыр. Шыны үгіндісі бар термопластик 200 градус ыстықтықта құйылады. Тың технология ауа райы мен өзге де факторларға шыдамды келеді. В ночное время их, когда в машине... Белгілердің қалыңдығы 5 мм. Бұрындары сырлаған уақытта ол көпке шыдамайтын. Бұл технология төзімді, әрі түнгі уақытта жүргізушілерге алыстан көрінеді. Нәтижесінде жол қауіпсіздігі сақталады. Жол белгілерін төсеудің жаңа әдісі үлкен қалаларда кең танымал. Бұл ерекше технология түнгі уақытта өз пайдасын тигізері хақ. Ол жақсы көрінеді. Жақсы көрінеді түнде. Ананда недер аз болады. Жол несін ережесін бұзу аз болады, өте көп аз болады. Ол жақсы нәрсе. Бірінші рет бізде Петропавлда. Легче будет ездить водителям, видно будет, меньше будет аварийной ситуации, я думаю. Бұған дейін жаңа әдіспен төселген жол белгілері Сәтпаевтан Театр көшесі бойларын қамтыған. Енді Астана және Брусиловский көшесінде осы сынды жұмыстар атқарылмақ.